Ассалаумағалейкум жақсыларым. Қалайсыздар, амансыздар ма? Түнімен Алла тағала сені өлтірмейді. Әр пенденің өзінің несібесі бар. Тіпті мынау жемсауы бос кетіп, кешке жемсауын толтырып келетін құстарға қарап ғибрат алмайсың ба деген хадистен, аяттан мысал келтірген уағызға әбден тойып алған бір жігіт Алланы сынап көрейін деп тамақ алмай, су алмай айдалаға жолға шықты. Ешкім жоқ, айдалаға барып Алланы тексеріп көрейін. Мені өлтірмей ме екен, несібемді бере ме екен көрейін деп бір күн жатыпты. Шаршайды, шөлдейді, қарны ашады. Орнынан тұрып қайтқысы келеді. Бірақ енді түнімен ұстаз айтты ғой. Алласы өлтірмейді деді. Әркімнің несібесін беріп қойған деді. Кән тағы бір күн жатып көрейін деп, екінші күн тағы жатады далада. Әбден қалжырайды, шаршайды. Бірақ жапан дала, ешкім жоқ. Ешқандай несібесі берілетін белгі де білінбейді. Сөйтіп енді екі күн жаттым ғой. Соңына дейін шыдап көрейін деп, үшінші күн тағы қалады. Үшінші күні ешкімнің өтпейтініне, ешкімнің көмек бермейтініне, ешқайдан азықтың келмейтініне көз жетіп, қой, бүйтіп жатып өліп қалармын, қайтайын деп орнынан тұрайын десе, әбден ашығып қалған, шөлдеген, аяғында әлде жоқ, орнынан да тұра алмайды. Сөйтіп, не істерін білмей дәрменсіз халде жатқанда, жанынан өтіп бара жатқан бір керуенді көреді. Сөйтіп, керуенге айқайлайын десе, дауыс жоқ. Орнынан тұрайын десе, әл жоқ. Қолын көтеріп бұлғайын десе, күш жоқ. Үндемей жата беренсе, керуен өтіп бара жатыр. Бұдан кейін келесі керуеннің өтетін, өтіп-өтпеуі белгісіз. Содан бүйтіп жатып өліп қалатын болған соң, барып күшін жинап, дауыс шығарып, деп айқайлапты. Сол жерде керуенде бір адам естіп қалып, тоқтаңдар, мына жерде бір адамның дауысы шығып жатыр еді. Керуен тоқтатып жан-жағына қараса, өлім аузында жатқан бір адамды көреді. Содан керуен тоқтатып, аузына су тамызып тұрғызып алып, біраздан кейін тамақ беріп, нәрлендіріп алып, сұрапты. Жапан түз далада не істеп жатқан жансың? Онда жаңағы жігіт айтыпты, осындай бір уағыз тыңдадым. Алла өлтірмейді, әркімнің өзінің несібесі бар деген. Сол несібемді бере ме, бермей ме? Көрейін, тексеріп көрейін деп жатып едім деп. Қалай екен, бере ме екен, бермей ме екен, Алла береді екен. Бірақ ол үшін тым болмаса деп бір әрекет қылу керек екен деген екен. Сол айтқандай, Алла бәрімізге береді. Бірақ кейде әрекетіміз аз, отырып алып біреуге ренжиміз, отырып алып біреуді сынаймыз, отырып алып біреуді әңгіме қыламыз. Алла тағала бәріміздің несібемізді берген. Тек әрекет етсек, сол әрекетіміздің берекетін көреміз. Ол да бір ғибрат алатын әңгіме. Әрекеттеріңіз бен берекеттеріңіз болсын. Амандықта жүздесейік.